Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тігінші мен ай ертегісі. Сабақтың мақсатымен таныс болайық. Балалар, әдеттегідей жаңа сөздермен танысамыз және жіктік жылғауларын оқимыз. Тігінші, портной, күн сайын, каждый день, тікті, сшил, ренжіді, обиделась, кішкентай ай, маленькая луна. Енді жалғауларға көңіл бөлейік. Обратите внимание на окончание. Мен ренжідім. Сен ренжідің. Сіз ренжідіңіз, ол ренжіді. Жіңішке сөзге жіңішке жалғау жалғаймыз. Мягкое слово добавляется мягкое окончание. Дім, дің, діңіз, ді. Көйлек тікті. Шил платье. Произнеси правильно. Тікті, ренжіді, күн сайын. Жіктік жалғауларын есімізге сақтап алайық. Жақсы балалар. Тыңдалым және оқылым тапсырмасы. Ай кішкентай болды. Тігінші айға көйлек тікті. Ай күн сайын үлкен болды. Ай көйлекті киді. Көйлек айға кішкентай болды. Ай ренжіді. Тігінші мен ай мультфильмі маған ұнады. Енді бұл мәтінді өзіміз оқып шығамыз. Прочитаем текст. Суретке қарайық. Ай кішкентай болды. Тігінші айға көйлек тікті. Бірақ ай күн сайын үлкен болды. Көйлек оған кішкентай болып кетті. Ай не істеді? Ай ренжіді. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Ай қандай болды? Ай кішкентай болды басында. Тігінші не істеді? Тігінші айға көйлек тікті. Көйлектегіміз не? Платье. Портной шил платье. Ай не істеді? Ай үлкен болды. Басында ай кішкентай болды. Соңында ай үлкен болды. Көйлек оған кішкентай болып кетті. Жақсы. Енді жазылым тапсырмасы. Сөздерді ретімен орналастырып, сөйлемді толықтырып жаз. Расставьте слова по порядку. Дополните предложение. Мысалы, кішкентай болды. Не кішкентай болды? Бірінші, ай кішкентай болды. Мына жерге қажетті ай деген сөзді қоямыз. Жалпы осы тәртіп бойынша қажетті сөздерді орналастырамыз. Сұраққа жауап беріңдер, диалог құрыңдар. Ответьте на вопрос и составьте диалог. Ай қандай болды? Ай кішкентай болды. Тігінші не істеді? Что сделал портной? Тігінші айға көйлек тікті. Ай күн сайын қандай болды? Ай күн сайын үлкен болды. Ай нені киді? Ай көйлекті киді. Көйлек айға қандай болды? Көйлек айға кішкентай болып кетті. Ай не істеді? Ай ренжіді. Ренжіді, луна обиделась. Неге ренжіді? Себебі айға көйлек кішкентай болды. Енді өлеңді мәнерлеп оқиық. Ай сұлу мақтанды, көйлекке шаттанды, толысты симады, сонда да қимады. Тігінші көйлек тікті. Көйлек тігіп жатыр. Көйлек айға кішкентай болды. Ай ренжіді. Осы сөйлемдерді, мәліметтерді есімізге сақтап алайық. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.